Құрметкен алдымызда 1 қазан қариялар күні, 2 қазан көптен бері аталмай жүрген осы жылы алғашқы рет осы біздің техник кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру жүйесінің өзінің алғашқы кәсіби мейрамын аталып отыр. Сол мейраммен бәрімізді шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіз. Себебі біздер сол ең алғашқы қазір мемлекетімізге өте қажет жұмысшы мамандықтарды дайындайды. Сол балдарымыз осы елімізге адал қызмет етіп, осы елімізге көрсетуге атсалыссын деп тілек айтамын. Алдағы келе жатқан 2 қазан күні болып бекітілген техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру қызметкерлер күнімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Ең басты байлық деннің саулығын тілеймін сіздерге, отбасылықтың бақыт тілеймін. Мына атқарып отырған қиын да қызықты қызметтеріңізге үлкен жоғарғы белестерден көріп, тек табысқа кенеле беріңіздер. Мейрам құтты болсын барлығыңызға. Уважаемые коллеги, сегодня я в лице бывшего работника системы профобразования, который отдал системе 46 лет, поздравляю вас с таким праздником. Система профобразования – это великая система. Мы даем людям знания, даем опыт, оказываем дорогу в жизнь. Поэтому в такой день нашей системы профобразования, всех поздравляю, желаю вам успехов в работе, хороших учеников, не забывать нас, пенсионеров, готовить к урокам и давать ребятам хорошие знания. Всех с праздником, всего хорошего. Здоровья. Құрметті әріптестер, Урал политехникалық колледжінің ұйымы, сіздерді алдымызда келе жатқан 2 қазан күні техникалық және кәсіптік білім беру саласында қызметкерлерінің мерекесімен құттықтаймын. Сіздердің алдарыңызда жұмыстарыңыз жемісті болсын. Отбасыларыңызға амандық тілеймін. Әрқашанда биіктен көріне беріңіз деп тілек білдіремін. 2 қазан техникалық кәсіптік білім беру жүйесі болып бекітілді. Сіздерді аталмыш мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілейміз. Ұлы Абай атамыз айтпақшы, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға демекші, сіздердің еңбектеріңіз қай жерлерде бағаланады. Мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз.